Боз кілемде қарсыласының қолынан сабындай сырғып, ұстатпай ырғып, белдескендердің діңкесін құртып әбден әуреге салатын жүйріктеріміздің бірі белгілі саксофонист, танымал әнші Серік Ибрагимов. Ол бұл жолы гастрольдік сапарлары мен спорттық жаттығуларын қатар алып келеді. Серіктің лақап аты Сыр Көкжалы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне, біздің жаттығу дәл осылай жалғасын тауып жатыр. Енді санаулы күндер ғана қалды. Әрине, жаттығу күннен күнге күшейіп келе жатыр. Өнерде ұлы даланың соңғы романтик атанған Серік жүректің қылын шертер саксофонның үні, ерекше ырғаққа құрылған ойнақы әндерімен көрерменге жақсы таныс. Ол күнделікті жаттығуын рухты көтерер әнді шырқаудан бастайды десек, ешкімнің сенбесі анық. Өзім дайындыққа келген кезде міндетті түрде бір рух алатын бір дүниелерді көріп, әндерді естіп келемін. Ахоу, ахоу, ерлерім елім деген. Ахоу, ахоу, шайқаста жеңілмеген. Ахоу, ахоу, ерлерім елім деген. Ахоу, ахоу, шайқаста жеңілмеген. Ай! Өзі 60 килограмм ба, мысалға. Оның қарсыластары 100 болса да, 120 болса да, біз тіке тұрып, қарсыласып, енді боз кілемде шайқас қой ол, былайша айтқан кезде. Шайқасуға дайын, кез келгенімен. Ол салмақтың жаңағы үлкен, біреуден қорқам деген, ондай қорқыныш жоқ, бастысы. Рухы өр жігіт қой. Ол бүгінгі жаттығуын өзіне тән шалт қимыл мен ептілікті, ұшқырлық пен шапшаңдықты шыңдауға бағыттаған. Алайда Серіктің қарсыластары да осал емес. Иә, жеңіс оңайлықпен келмесі анық. Сонда да Серіктің сенімі нық, көңілі көтеріңкі. Мен осылай күліп жүруімде бір қыры бар да. Енді мен барлығына бүйтіп өз-өзімді жаңағыдай жеңем деген сияқты ондай нәрсе маған керек емес деп ойлаймын. Мен мүмкін күліп жүріп жеңіп кететін шығармын, кім біледі. Сондықтан мен күлкімнен қорқыңдар жігіттер. Бүгінгі күнге дейін біздің дайындығымыз 90% деп айтамын. Қателеспеймін, 90% барлық жағынан. Жаңағы жылдамдық жағынан болсын, күш жағынан болсын, рух жағынан болсын, өзі де атылып тұр. Серік бүгінде бала кезіндегі машық пен білімді, білікті жаттықтырушының нұсқауы мен жетілдіру үстінде. Алайда күш атасын танымас. Шалт қимылды жүйрік алар асуына әрекетінің ұшқырлығы, шапшаңдығымен жетуі мүмкін. Сыр Көкжалы деген лақап атпен шығып жатыр енді. Көкжалдар шегінбейді, берілмейді деген нәрсе ғой. Жеңет бұйырса. Мен сияқты кішкентайлар біраз үлкен қопалдардың барлығын шыққан да, боз кілемде. Сондықтан Алла бұйырса көрерменнің көзайымын алам деп ойлаймын, және өнер барысы болам деп ойлаймын. Әуелі Алла.